атын Нұргүл апай боламын. Есімім Нұргүл Қанатбекқызы. Ма балалар? Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз жаңа мен сендердің барлықтарыңыз меншік тараттым, я балалар? Ол жерді байқадыңдар ма? Не бейнеленген? Аспаптар, я балалар? Сендер аспаптарды қаншалықты біледі екенсіңдер? Соны бір тыңдайықшы, балалар. Бүгін мен сіздердің аттарыңызды былай барлықтарыңды атай алмаймын, өйткені жаттау үшін маған бірнеше күн керек, я балалар? Сендерді үйрену үшін. Сондықтан мен сендерді сол берген бейджіктегі атпен атасам ренжімейсіңдер ма? Мысалы мен жетіген сен айта қой десем, домбыра сен айт десем ренжімейсіңдер ма? Олай болса мен сендермен танысып алғым келіп тұр балалар. Қане кім өзін бейджіктегі ат жарайсың? Сен ал айта. Үрмел аспапсың. Жарайсың сен қане? Мен ормалы аспап. Жарайсың татымын. Менің атым Тақтас, мен ормалы аспаппын. Жарайсың. Ал сен өзің тасырамын. Менің атым ормалы аспаппын. Атың кім? Дабыл. Жарайсың. Сен атың кім? Ал сен айта ғой. Жарайсың. Айтсың бірінші. Шулы аспапсың. Шулы ормалы аспапсың. Жарайсың. Сен атың кім? Мен Шарқобыз ормалы аспап. Жарайсың. Балалар, жарайды. Мен шектісің бе? Шекті аспап екен, домбыра, иә? Мысалы, дабыл деген аспап қандай аспап? Ұрмалы дұрыс айтасыңдар. Мысалы, қобыз қандай аспап? Жарайсыңдар. Міне, сонда біз аспаптарды балалар, олардың дыбысын қалай шығаратын болсақ, ол солай топқа бөледі екенбіз. Түсінікті ме балалар? Мысалы үшін аспаптың дыбысын шығару үшін үрлейтін болсақ, ол аспаптардың бәрі үрмелі аспаптар екен. Ал бөлейік кішкене. Қандай аспаптар отырғанда мән беріңдер, е балалар? Келесі оркестрімізді бізде үрмелі аспаптарды көрейік, балалар. Үрмелі аспаптарды көрейік қазір. Қараңдар, қандай аспаптар? Осы жерде скрипка бар ма? Домбыра бар ма? Олардан өтпей қараймыз, иә? Келесі, енді біз бұл жерде қандай аспаптар бар екен, соған да қарап отырсыздар, иә? Үйлесімділік деген мағынаны білдіреді. Жалпы симфония, балалар қалған елдердің бәрінде симфониялық оркестр бар екен. Мынау жаңа бізде қазақ симфониялық оркестрін тыңдадыңдар балалар. Енді одан кейін үрмелі аспаптарда не байқадыңдар? Кім айтады? Қандай аспаптар бар? Тұяқтас болды ма? Ол ұрмалы ұлттық. Бірақ ол жерде қандай аспаптар болды? Үрмелі аспаптарда. Қазақтың аспаптары болады. Егер ол жерде орыс ұлттық оркестр десе, ол жерде домбыра болмайды балалар. Ол жерде тек орыстың аспаптары болады. Мысалы, немесе жаңа сендердің барлықтарыңды оркестрді дирижер басқарады. Дирижер ол балалар оркестр бәрі бірдей бастау керек. Мысалы, өздерің ойландаршы, қазір мен сендерге аспаптарыңды алыңдар, ойнаңдар десем, сендер біреу бірдей бастатпайтын болса, ойнай аласыңдар ма? Шулы біреуің ерте басап, біреуін кеш басап, шатасып кетуші едіңдер, иә? Ал дирижер, сонда ол не істейді екен балалар? Қалай ойнау керек, қай жерін дұрыс ойнау керек.
Мына кісі Төлепберген Әбдірашев деген дирижер, ол кісі симфониялық оркестрдің дирижері болды. А мына кісі жаңа көздерін көрген Нұрғиса Тілендиев деген біздің мықты қазақтан шыққан дирижер екен. Түсінікті ма балалар? Дайынсыңдар ма? Олай болса қолдарыңды жоғары көтеріп ыңғайлы тұрыңдар. Қазір Нұрғиса Тілендиев аталарының ата толғауы күйін бірге дирижерлап көрейік. Менің қол қимылымды бірге қайталаңдар. Сендер жандағыларына қызығып тұрсыңдар ма? Иә. Ондаша бір жарнама көрейік. Жарнама көрейік таласыңдар ма? Маған, иә? Сен ауылы? Саған жетпеді, сен тоқтай тұр. Сен ұрмалы аспапсың ғой, сен сондықтан ұрмалын аласың. Мынау қолдақ. Ма? Ал мынау саған сындырмақ. Сен де жоқ па? Саған қазір берейін. Қазірге жетпей қалды балалар. Саған мынандай, сен шул аспапсың қатарында отырсың. Саған мынандай. Жақпа? Қазірге жетпей. Сенде бар ғой, болма менің өзіңізге келесіде аспапты сабаларыңыз ма? Классик будулкадан көрінер ма? Қалай толғындап жасап болады? Ал мынау балалар, жаңа көрінер ғой, қоланың бутылкасы, иә балалар? Ішіне 1-2 қасық күріш, жаңа гречка үйде болса, соны салып қоясыңдар да. Осылай ешкіммен таласпай, ойлап бағымен жетейсің, ойнап отырамыз, иә балалар? Келіп па? Ал олай болса балалар, қазір біз ол көзімен де, қабағымен, қастарын көтеріп сен не істеді? Дирижер болды, иә балалар? Қазір ондай болса мен келіншек деген күйді ойнаймын. Ойнамай тұрыңдар. Мен қазір айтам балалар сендерге. Мына қатарға қарасам, балалар кесіп алайық. Мына қатарға қарасам, бірінші қатар ғана ойнайды. Сендер ойнамайсыңдар. Мына жерге қарасам, сендер ойнайсыңдар. Мына жаққа қарасам, сендер ойнайсыңдар. Түсінікті ма? Иә? Ал мен бәрін деген кезде бәрін қосыласыңдар. Келістік па? Балалар, мына аспаптарды ойнағанда музыканың ырғағына міндетті түрде қараңдар, жарай ма? Ырғақты сезініңдер.
Al bassa qo'y. Жарайсың, отыра қой. Ал келесі, сен келе қой. Тез балалар. Жетіген, иә? Аха. Жарайсың, керемет. Там, артта қыз келе қой, сен. Қобыз келе жатыр біздің қобызымыз. Ал. Ұрмал. Ал, жарайсың. Онда кішкене өзгеріп жейін ойынды балалар. Айтпаймыз балалар, иә, ол өзі жасасын. Дабыл саған дабыл шықты, қарашы. Қандай ес ба? Ұрмалы. Дабыл сен. Ал, сасырнай дейді. Сасырнай қандай ес ба? Тез. Басам. Жарайсың. Ал. Я, шаңғобыз келіпті саған, я? Шаңғобыз қандай ес ба? Айтпаймыз, балалар, айтпаймыз. Тез. Қателестің. Я, сақпан қандай аспап еді? Үрмелі аспап. Ой. Адырна дейді, адырна. Қалай көріп тұрмыз? Қандай? Жарайсың. Арттағы. Ал. Қобыз дейді, қобыз қандай аспап? Қателестің. Қобыз бізде шері бар болатын, я? Жарайды, келе ғой, сен шертер келе ғой. Шертерді бір көріп жүрейік. Шаңғобыз дейді. Ол қандай? Үрмелі. Жарайсың. Даңғыра келе ғой. Ал, біздің даңғырамыз. Флейта дейді. Флейта қандай? Айтпаймыз. Өзі жасасын, е бала? Үрмелі дейді. Жарайсың, отыра ғой. Енді кішкене айналдырайын саған ет сөйлеген. Домбыра түсті, я? Ал, домбыра қандай аспап? Шекті, жарайсың. Отыра ғой. Сасырнай бізде саксофон түсіпті саған. Қандай? Үрмелі, жарайсың. Терең демал. Тағдар. Al, otra
міне импровизация жасайық, иә, кішкене басқаша айтып көреміз ба, балалар? Олай болса, аспаптарыңды қолдарына ала қойыңдар. Тапсылата бермейміз, балалар, иә? Немен қалай ойнаймыз? Музыканы ырғағын сезініп, балалар, мен сендердің ережелерің боламын. Аспапты ойнамаймыз. Барып келіп. Балалар, ұрмалар сендер ақыр көріңдер. Кәне, мен қосыл деген кезде қосыласыңдар, тоқта дегенде тоқта деген. Мен мынаны ойнамасам тоқтаңдар, жарай ма? Ойнағанда қосылыңдар, жақсы ма? Ал, құрыңыз бірге. Қараны баспа, күйады баспа. 9 дұрыс емес екен, иә? Жарайсың, дұрыс емес. Балалар, бұл жерде шек аспап қайсы? Б, иә? Б, жауабы дұрыс еді. Түсіндер ма, балалар? Ал, келесі сұрақты көрейік. Сұрақ есін көрсеткен. Қазақ аспаптар әңгімесі ма? Символ ойналды, қомышты ма? Әншілер болды ма? Айтпаймыз, ешкім айтпайды. Тек номерлерін бойынша айтам. Үшіншінікі дұрыс екен. 3 дұрыс тауыпты. Сізден мынау бірінші сенде қызыл жанып тұр. Сенде дұрыс емес. Дұрыс екен міне. Дұрыс. Қайсы сенікі көрейін? Дұрыс емес. Сенікі қане көрейін? 2. Сенде дұрыс. Так, сенің номерің көрінеді. 10-шысың, е? Дұрыс жасыл жанды жарайсың. Так, бізде мұнда 28 сенікі дұрыс екен. Дұрыс. Кімдікі дұрыс емес болды? Дұрыс екен. Қане сенің көрейін? Дұрыс. Жарайсың дұрыс сенің қане? Дұрыс. Қане домбыра сенің? Қараны баспай көрсет. Дұрыс, жарайсың. Яғни балалар көпшілігін С-б деп айтпайсыңдар. Үндемей ғана көтересіңдер. Сол кезде мен сендерді естеймін, тексеремін. Мына 27-ші номердегі қызымыз. Сендер номерлердің ішінде тұр, иә балалар? Дұрыс көрсетіп тұр. 28 дұрыс. Міне, жарайсың, 11 дұрыс. 30 дұрыс сенікі. Ол жерде де дұрыс екен, иә? Бізде 33 дұрыс. Бақыттарым дұрыс. Балалар, келесідей. Балалар, бұл сеткенмен, иә? Қандай аспаптар, қолдар, байқандар. Үрмелі аспаптар. Домбыра қолама, домбырашы қолама, үрмеліде. Үрмелі аспаптар. Қандай аспаптар отырады деп еді? Мына үрмелі ма, үрмелі емес па? Бұл қайсы? Симфониялық па, қазақ па? Үрмелі ма, домбырашылар ма? Бірдікі дұрыс балалар. Сен қайсысын таңдадың? Бірде сен В дейді балалар. Қазақ ұлттық оркестрі деген екен. 3 сенде де дұрыс екен. Мына 4-ші сенде дұрыс емес болып тұр. Сенде 8 дұрыс. 29 қоңырау болып кетті ма? Кешіріңдер, қазір міне. Оны кім басқаратынын түсіне алдыңдар ма балалар? Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақтарың жоқ па? Бар ма? Сен бірден айтсың керек пе? Ал айтарың бар ма? Айтарың. Бәрін түсінікті
Жақсы балалар, тағы кімнің пікірі бар? Жоқ па? Олай болса балалар, сабағымыз аяқталды. Үйде балалар, біздің оркестр әнін жаттап келесіз. Аспаптар тұра берсін, өз заттарын жинап қойыңыз. Артына жазамыз балалар. Немесе алдына жаза берсеңдер, сарының үстіне жаза берсеңдер де болады. Сарының үстіне. Ну, енді саған ұнады ма, ұнамады ма, иә балалар? Мүмкін менің де бір жерде дұрыс істемей кеттім ба, кейбіріңе көңіл бөлінбей қалды ма, мен білмеймін ғой балалар, иә? Ал, айтарың бар ма? Түсінікті ме саған бәрі сабақ? Ал баса ғой. Иә, мынаны жасасын, иә? Ал, жүргізіп көр. Керемет саған істеп көр. Ал, сен келе бар. Сен қайсың? Айтарың бар ма? Түсінбедің ба? Сен де соны таңдайсың ба? Ал, саған да түсінікті болды. Ал, кім өз пікірін жазсын, қазірге іліп кетіңдер балалар. Мынанда біреулер бас көрсетерші, түсіндім ба? Айтарың бар ма? Ал, айтарың бар болса, айтып не маған саған? Бірде, айтарың бар ма? Немесе жақсы болған сабағың? Сен айтқың келе ма? Ал, жарайды, мынаны түсінбегендер болса, мына жерде басқандар болады. Кім түсінбей қалды? Келе ғой. Түсінбесең, ол бірақ айтпаса, балалар, мынаны дұрыс түсінбей бірнәрсені басқа көре алмайды. Так, бас көріп, жай көрейік, иә, балалар? Ой, саған түсініксіз болды ма? Саған аспап жетпей қалды ма? Жақсы. Ал, балалар, отыра қойыңдар, сабағымызды аяқтайық, иә? Кәне, отыра қойыңдар. Отырамыз балалар, отыра қойыңдар. Бір секундқа отыра тұрыңдар. Барлығын түсіндіріп, жауап барлығы сұраққа жауап берді. Маған өте ұнады. Бізде астана қаласына берген екен. Сабақ өте түсінікті болды. Сабақ қатты ұнады. Бізге түсіндіріп отқан апайымыз. Маған сабақ өте ұнады. Тағы түсіндірді. Ойындар ұнады ма балалар сендерге? Ойындар ұнады ма? Сабақтың бәрі түсінік болды. Апайдың өзі ұнады.